Ассалаумағалейкум. Камера дірілдеп тұрса айып етпеңіздер, штативім сынып қалған. Қазір балалар үшін сапалы қазақ тілді контент өте тапшы. Оны бәріңіз жақсы түсінесіздер деп ойлаймын. Мысалы, телевидениеде бір ғана балаларға арналған қазақша телеарна бар. Оның өзі қазір күннің жартысын онлайн сабақ өткізеді. Яғни балалар тек жарты күн ғана қазақ тілді мультфильм қарай алады. Интернетте, YouTube арналарында бәрі не орыс тілінде, не ағылшын тілінде. Қазақ тілінде сапалы контент өте аз. Жақында мен балаларыма телефонды беріп қойдым, YouTube қосып бердім. Екеуі қарап отырды. Мен үлкен ұлым 6-да, кіші ұлым 3-те. 3-те болса да әлі тілі толық шықпаған. Бәріңіз жақсы білесіздер, қазір қазақта ол үлкен проблема. Балалардың тілі өте кеш шығады. Неге? Оның басты себептерінің бірі қазақ тілді контент жетіспейді. Балаларға арналған. Өйткені бұрынғы заманда балалар ата-әжесінің қолында өсетін. Ата-әжесі күні бойы балалармен сөйлесіп, олардың тілінің шығуына көмектесетін. Қазір ондай мүмкіндік жоқ. Жастар жұмыста, баламен күні бойы ешкім сөйлеспейді. Сөйтіп, балалардың тілі кеш шығады. Және балалар күні бойы не істейді? Күні бойы телевизор қарайды, немесе смартфон қарайды. Ал олардың қарайтындары не? Олардың қарайтындары орыс тілді немесе ағылшын тілді контент. Сондықтан олардың тілі өте кеш шығады. Және кейбір балаларда үйде әке-шешесі таза қазақша сөйлесе де, ол қазақ тілді балабақшаға барса да, тілі орысша шығып жатады. Неге? Өйткені ол күні бойы YouTube'та орысша мультфильмдер қарайды. Сонымен мен балаларыма телефон беріп YouTube қосып қойдым. Екеуі YouTube'ты шұқылап мультфильмдер қарап отырды. Сонда бір орыс тілді мультфильмді қосып қойды. Екеуі қызықтап қарап отырды. Мен бұрын оларға орыс тілді мультфильмдерді көрсетпейтін. Соңғы кезде кішкенеден көрсете бастадым. Өйткені баяғы сол мәселе, қазақ тілді контент жетіспейді. Ағылшын тілді контенттен өздері шаршады, жалығып кетті. Сондықтан арасында орыс тілді контентті де көрсететін болдық. Амалсыздан. Бір әдемі мультфильмдер бар, Грузовичок Лева деген. Соны қарайды. Сосын Песенки для детей деген бар. Өте жақсы түсірген, әдемі, әндетіп, андай түрлі түсті суреттермен көрсетіп, жануарлар, машиналар, тракторлар. Өте жақсы, өте сапалы, кішкентай балаларға арналған контент. Бізде қазақ тілінде осындай контент жоқтың қасы. Сонымен екеуі сол мультфильмді қарап отыр. Сосын үлкен ұлым сұрады: "Әке, бұл қай тілде?" деді. "Ағылшынша ма, орысша ма?" Мен айттым, "Ол орысша." Сосын ол менен сұрады: "Әке, неге қазақша емес?" Мен ұялғаннан не айтарымды білмедім. Өйткені қазақша мультфильмдер аз дедім, жетіспейді дедім. Сонда ол не деген білесіздер ме? "Әке, сіз қазақша мультфильмдерді көп қылыңызшы." Ол бала ғой. Ол саясатты түсінбейді, ол қазіргі елдегі жағдайды түсінбейді, біздің биліктің қандай мәңгүрт екенін түсінбейді, халықтың қандай санасыз екенін түсінбейді. Сондықтан сондай сұрақтар қояды. Оның бұл сөздері менің намысыма қатты тиіп кетті. Бәріңіз білетін шығарсыздар, менің YouTube'да екінші арнам бар. Ол арнада мен кейде ағылшын тілді видеоларды қазақ тіліне аударып, сол арнаға жариялаймын. Ол ғылыми тақырыпқа, медицинаға қатысты видеолар. Менің негізі жоспарымда орыс тілді, ағылшын тілді мультфильмдерді қазақ тіліне аудару жоспары болған. Бұл жоспарды мен әлі бастамай созып жүрген. Біріншіден, мультфильмдерді аударған кезде негізі ең дұрысы дубляж жасаған. Дубляж жасау керек. Өйткені оны балалар қарайды ғой. Балаларға дауысты, кейіпкерлердің дауысын дұрыс жеткізген маңызды. Бірақ оны ешкім жасап жатқан жоқ. Сонымен ешкім айналысып жатқан жоқ. Әрине бар, қазақша мультфильмдер де түсіріліп жатыр. Бірақ қазақша мультфильмдердің бәрі қандай? Мистика, соғыс, батырлар, тағы да сондай тақырыптарды. Ал кішкентай тілі шығып келе жатқан 1 жастағы, 2 жастағы балалар үшін ешқандай контент жасалып жатқан жоқ. Қазақ тіліне аударып жатқан мультфильмдердің саны да өте аз. Әрине, YouTube'да қазақша аударылған мультфильмдер бар.
Мен оларды балаларға көрсетіп тұрам, бірақ балалар оның бәрін көріп тастаған, одан жалығып кеткен. Бір мультфильмді қайта-қайта қара бермейді ғой, дұрыс па? Содан кейін мен дереу уақыт созбай ағылшын тілді мультфильмдерді қазақшаға аударуды бастауды ұйғардым. Менде компьютерде Кунг-фу панда мультфильм бар ағылшын тілінде, және Кунг-фу панда мультсериалы бар. Соның бір сериясын мен аударып қойдым. Флешкаға жазып, телевизорге қосып, балаларға көрсеттім. Үлкен ұлым өте риза болды. Қатты қуанды. Оған ұнап қалды. Бір дауыс болса да, бұл дубляж болмаса да, бәрібір балаға қатты ұнады. Өйткені ол оған өте мұқтаж. Оған қазақ тілді мультфильмдер жетіспейді. Ананы көргенде қатты қуанды. Одан кейін ана барлық серияларын маған аударып беруді өтінді. Мен оны түнде отырып, күні бойы балалар үйде ғой, түн ішінде ұйықтамай соны аудардым. Енді осының бәрін тез арада аудару үшін маған тағы да түнімен отырып соның бәрін аудару керек. Оған қоса тағы да бір видео бар ютубта, балаларға арналған 100 сөз деген. Өте қарапайым түсірілген, жануарлардың, өсімдіктердің, заттардың суретін көрсетіп, ол қандай зат екенін дауыстап айтады. Және артында бір жеңіл музыка ойнап тұр. Ол видеоны мен үлкен ұлыма да кезінде көрсеткен, оның тілі шығып келе жатқан кезде, ол оған жақсы көмектесті. Қазір екінші ұлға да көрсететін болдым, ол да қызықтап қарайды. Бірақ ондай видеолар ютубта өте аз. Содан кейін мен өзім осындай видео жасауды ұйғардым. Қазір мен сондай бір видеоны түсірдім, жануарлар туралы. Мұнда қиын ештеңе жоқ, өте қарапайым нәрсе, бірақ соның өзі менен көп уақыт алды. Мен ешқандай жануарды мүлт жібермеуге тырыстым. Барынша қандай жануарлар бар, солардың бәрін кіргізуге тырыстым. Сөйтіп 150-ден астам жануар бар сол видеода. Кейбір жануарлар менде үлкен қиындық тудырды. Кейбір жануарларды мен қосқан жоқпын. Мысалы тарақан, қандала, сүлік, тағы да кейбір орманда мекендейтін күзен тәрізді жануарлар бар. Бір-біріне қатты ұқсайды. Соларды ажыратып, қалай ажыратуға болатынын мен түсінбей қойдым. Мысалы ақ кіс бар, ақ қалақ бар, күзен бар. Қайсысы қай жануар екенін ажырату мүмкін емес. Сондықтан мен күзенді ғана алдым, басқаларын алмадым. Одан кейін мысалы сусар мен бұлғын бар. Екеуін де ажырату өте қиын, бір-біріне қатты ұқсайды. Әйтеуір қиналып, екеуінің қандай айырмашылығы бар екенін ақыры түсіндім. Сол екі жануарды қостым. Сөйтіп барынша көбірек жануарды қосуға тырыстым. Олардың кейбіреулерінің атаулары қазақша жоқ, кейбіреулерінің атаулары орысша. Амалсыздан солай істеуге мәжбүр болдым. Мысалы кенгуру, кашалот, олардың қазақша атаулары жоқ қой. Амалсыздан оларды қостым. Одан кейін мен басында атауларды өзім айттым, өз даусыммен. Оны мен балам көріп қойды да, ол қызығып кетті. Сосын мен оның даусын қоса бастадым. Бірақ оның даусы маған өз даусымнан гөрі ұнады. Кейбір дыбыстарды ол толық айта алмайды, кейбір сөздерді толық айта алмайды. Мысалы пингвин деген сөзді кішкене қиналып айтады. Бірақ соған қарамастан мен оның даусын қалдырдым. Осы екі видеоны түсірдім. Сол видеолар үшін мен арнайы ютубтан тағы бір арна аштым. Сол Кунг-фу панданы мен сол арнаға қояйын деп едім, бірақ ютуб оны өшіріп тастады. Өйткені оның лицензиясы жоқ. Мен авторлық құқықты бұзғаным үшін ютуб оны өшіріп тастады. Одан кейін мен ол видеоны өзгертуге тырыстым. Оған бірдеңелерді қостым. Кейбір кездері бұл әдіс көмектеседі. Видеоның жылдамдығын өзгертсе, оның сапасын өзгертсе, оған қосымша элементтер қосса, ол лицензиядан өтіп кетуі мүмкін. Сөйтіп істеп көрдім, бәрібір. ютуб бәрібір оны өшіріп тастады. Одан кейін мен былай істеуді ұйғардым. Мен Google аккаунт аштым. Сол Google аккаунтта Google диск бар. Осы жаңа видеоларды сол Google дискке салатын болам. Сол видео файлдарға сілтемені осы видеоның астына қалдырам. Қалағандарыңыз сол видеоны өздеріңіз жүктеп аласыздар. Бірден ескертем, видео файлдардың көлемі өте үлкен. Өйткені мен видеоларды барынша сапалы қылуға тырыстым.
көзді ауыртпайтындай, көзді шаршайтпайтындай өте жақсы, жоғары сапада қылуға тырыстым. Сондықтан файлдардың көлемі өте үлкен. Енді Құдай қаласа, алда тағы да жоспарлар бар. Осындай видеолар тағы да түсіретін боламын. Кунг-фу панданың басқа серияларын аударғым келіп жатыр. Одан кейін жаңағы жануарлар туралы видео бар. Соған енді өсімдіктер туралы, жеміс-жидектер туралы басқа видео түсіру керек. Сол видеоларды қалай түсірем? Сол Google дискке салып, сілтемесін осы видеолардың астында қалдыратын боламын. Кімнің балалары бар, бәріңіз сол сілтеме арқылы өтіп, сол видеоларды жүктеп, балаларыңызға көрсете аласыздар. Егер өздеріңізге ұнаса, онда таныстарыңызға сол видеоларды беріп, бәріңізге сол сілтемені таратып, барынша көбірек адамға сол видео материалдарды беріңіздер. Осылай қазақ балаларының дамуына кішігірім болса да өз үлесімді қосуға тырысып жатырмын. Әрине, менде ресурстар жоқ, менде киностудия жоқ, мен дубляж жасай алмаймын. Бірақ соған қарамастан әйтеуір әрекет ету керек, әйтеуір қимылдау керек. Өйткені біздің ресурсы бар, үлкен қалталы бизнесмендер, биліктегі адамдар, оларға бұл керек емес, олар оны керек қылмайды. Оларға қазақ тілі керек емес. Оларға біздің балалардың болашағы керек емес. Оларға ешқандай үміт жоқ. Сондықтан мен бұл мәселені өз мүмкіндігінше қолыма алуға тырыстым. Сіздерге де осындай кеңес беремін. Әрқайсымыз кішкене-кішкенеден болса да бұл мәселеге өз үлесімізді қосайық. Тағы бір ескерту, жаңағы видеолардың дыбысында кейбір ақаулар болуы мүмкін. Мысалы, кейбір жерде мен даусым қатты шығып жатады, кейбір жерде керісінше тыныш болып кетеді. Оның енді кейбір жерін түзеттім, кейбір жері түзетілмей қалды, сондықтан айып етпеңіздер. Келесі жолы осындай аударма жұмыстарының сапасын жақсартамын деп ойлаймын. Ең бастысы, мен бұл жұмысты бастадым, енді ары қарай оны тоқтатпауға тырысатын боламын. Бәріңізге рахмет, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Егер бұл сілтеме арқылы өтіп видеоларды көрген болсаңыздар, міндетті түрде комментарий қалдырып, өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Қалай, сіздерге ұнады ма, ұнамады ма, қай жерін жақсартуға болады, өз кеңестеріңізді міндетті түрде комментарийге жазып қойыңыздар. Келесі кездескенше.